Қазақ әдебиетінің асыл мұрасы Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Бұл шығармада ерлік, адалдық және ұлттық рухтың символы болған құлагер тұлпарының тағдыры баяндалады. Ендігі осы поэмадан әсерлі бір үзіндіге құлақ түрейік. Қамшылап екі жаққа алма кезек, баласы көк түйгіннің қақты безек, көк атты осы арада артқа тастап жөнелер құлагерге осы кезет. Лен жуған мен кеуде намыс ере, суық қол батыраштың жібергені, жалт етті жайдың оты жүрегінен кек қайнап мұз құйылып жүре берді. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Қазақ халқының арман мақсаты, рухани дүниесі мен еркіндігін дәріптейтін құнды мұра. Поэмада құлагер тұлпары тек жүйрік ат қана емес, ол қалың қазақтың ұлттық мақтанышы, еркіндіктің, адалдықтың, әділеттің бейнесі. Ақан серінің құлагерге деген шексіз махаббаты оның қайғылы тағдыры арқылы ақын халықтың жүрегіндегі мұң мен қайғыны жеткізеді. Тұлпардың қайғысы арқылы қоғамдағы әділетсіздіктер мен теңсіздіктер айқын көрінеді. Құлагердің өлімі бұл тек аттың емес, халықтың жоғалтуы, ар-намыстың тапталуы, асылдың құрбандығы. Ақан серінің ішкі күйзелісі мен жан жарасы оқырманды терең ойға салады. Ақын өзінің поэмасындағы табиғаттың сұлулығын, адамның ішкі жан дүниесін шебер бейнелеп, сол заманның әлеуметтік жағдайын нақты жеткізе білген. Әсіресе құлагердің өлімінен кейінгі ақанның қайғысы мен өкініші, оның еркіндік пен әділетке деген талпынысы көптеген ұрпаққа үлгі болып қала береді. Бұл поэма қазақ халқының ұлттық болмысын, тәуелсіздікке деген ұмтылысын, әділетке деген сенімін дәріптейтін туынды. Ілияс Жансүгіровтің шығармасы ұлт руханиятының алтын қазынасы. Ол мәңгілікке сақталатын әрі әр оқырманның жүрегінен жол табатын туындылардың бірі.